Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге 2 минутта жасалатын алма салатының рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл өте дәмді, өте тез жасалатын рецепт. Ол үшін бізге алма, айран және де бал ғана керек болады. Ең алдымен алманы 4 бұрышты етіп кесіп аламыз. Өте үлкен, өте кішкентай емес, орташа көлемде етіп кесіп аламыз. Алмамызды кесіп болғаннан кейін шұңғыл ыдысқа салып, оның үстіне балды саламыз. Егер де сіздердің балдарыңыз қою болатын болса, айранға салып, жақсылап араластырып, содан соң барып алманың үстіне құйсаңыздар болады. Немесе мен секілді осылай бірінші балды, содан соң айранды құйсаңыздар да болады. Өз еркілеріңізде. Содан соң барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді дайын болған салатты осылай тәрелкеге орналастырамыз. Осылайынан да қонақтарға ұсына берсеңіздер болады. Немесе осындай шоколадты ыстық суға ерітіп алып, жақсылап бетіне құйып, әрлеп шықсаңыздар да болады. Бұл салат шынымен 2 минутта жасалады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді және де өте пайдалы. Осымен біздің салатымыз дайын. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Сіздермен болған қырмызы астарыңыз дәмді болсын.